Қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі талдайтын мәтініміз ата-ана алдындағы борышың. Алдымен мәтіннің мазмұнымен таныспас бұрын, әдеттегідей мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Бірінші сұрақ. Баланың алыс жолға шығудағы мақсаты не болды? Өзен мен баланың үйінің ұзақтығын анықтаңыз. Қазір мәтіннен қараймыз. Мәтіннің стилін анықтаңыз. Мәтіннің соңғы азат жолындағы берілмеген кеңесті анықтаңыз. Берілмеген, осыған назар аударуымыз керек. Берілмеген кеңесті анықтаңыз. Мәтіннен шығатын қорытынды ойды табыңыз. Енді осы сауалдарға жауап беру үшін видеоны тоқтатып қойып, мәтіннің мазмұнымен танысып алайық. Әдеттегідей, әрбір сұрақта 5 сұрақ, бір мәтінде 5 сұрақ бар, және әр мәтінде 4 жауаптан бар. Сол 4 жауаптың біреуін дұрысын белгілейміз. 4 жауаптың біреуі, екеуі мүлдем мәтіннің мазмұнына жуықтамайды, ал 2 нұсқасы мәтіннің мазмұнына жуық болады. Сол 2 нұсқаны бір-бірімен салыстыра отырып, мәтіннің мазмұнына сүйене отырып, яғни автордың көзқарасынан ауытқымай, біз мәтіннің жауабын анықтаймыз. Ендеше мәтіннің мазмұнымен танысып алайық. Видеоны тоқтатып қойып, мәтіннің мазмұнымен танысып шығыңыздар. Өздеріңіз байқағандай, мәтін 4 азат жолдан тұрады. Белгілеп өтсек, бірінші азат жол, екінші азат жол, үшінші азат жол және төртінші азат жол. Демек, тұсына тағы да белгілейік. Мына жерде бірінші азат жол, екінші азат жол, үшінші азат жол және төртінші азат жол. Енді сұрақтарға назар аударайық. Баланың алыс жолға шығудағы мақсаты не болды? Ертеде қазақтың Сарайшық деген шаһарында Көбеш деген әулие адам болыпты. Өмірден өтер сәтінде 10 жасар ұлына: анаңның білегіне бір алтын білезік саларсың деген аманат өсиет айтып үзіліп кетіпті. Әкесінің соңғы сөзін орындау үшін жетім бала жас болса да алтын білезік іздеуге бел буады. Шешесіне ол сырын айтпайды. Кәсіп іздеп, мал тауып келейін деп рұқсат сұрайды. Демек, баланың алыс жолға шығудағы мақсаты бұл анасына білезік сатып әперу. Яғни әкесінің аманаты бойынша анасына білек сатып әперу үшін, ол сол алтын білезікті іздеу үшін алыс жолға шығады екен. Келесі сұрақ. Өзен мен баланың үйінің ұзақтығын анықтаңыз. Бұл да мәтінде берілген. Тағы да мен естеріңізге салайын. Мәтінге жауап беру кезінде өз көзқарасымызды емес, автордың көзқарасына сүйене отырып, мәтін мазмұны бойынша жауап береміз. Мәтінде айтылған: 10 жасар ұл бар қайратын жиып, шаһар шетіндегі өзенге жетіп, қарияның дегенін қаз қалпында орындайды. 3 күншілік жердегі үйіне жеткенше алақан ашпайды. Анасына әкеле жатқан сыйлығы есіне түскенде
ұйқысын да, ас суын да ұмытады. Демек, өзен мен баланың үйінің ұзақтығы 3 күндік жол екен. Мәтін мазмұнында айтты, 3 күншілік жерде дейді. Өзен мен үйдің арасында 3 күн жүреді екен. Мәтіннің стилін анықтаңыз. Публицистикалық стиль ме, әлде ғылыми стиль ме, әлде ауызекі сөйлеу стиль ме, әлде көркем әдебиет стилі ме? Осыны анықтаймыз. Демек, ол үшін біз стильдердің барлық ережесін толық білуіміз керек. Мысалы, публицистикалық стиль бұл газеттерде, баяндамалар ретінде, баспасөз беттерінде, ал ғылыми стиль белгілі бір терминдердің қолданылуы, ал ауызекі сөйлеу стилінде диалект сөздердің, жаргон сөздердің қолданылуы, немесе қысқартылған сөздердің кездесуі. Ал енді мәтіннің мазмұнына үңілсек, бұл мәтін жаңағы 3 стильге де тән емес, тек қана көркем әдебиет стиліне тән. Себебі көркем әдебиет стиліне дейтініміз бұл ертегіге жатады, және бұнда көркемдегі сөздер кеңінен қолданылған. Сондықтан біз мәтінге сүйене отырып, бұл мәтіннің жауабын, яғни мәтіннің стилін біз көркем әдебиет стилі деп белгілейміз. Келесі сұрақ. Мәтіннің соңғы азат жолында берілмеген кеңес. Соңғы азат жолына назар аударамыз да, және сұрақтарға жауап іздейміз. Үшінші азат жолға назар аударайық. Балалар, бұл кереметтің сырын мұсылмандық әдеттерден іздесеңдер, оңай табасыңдар. Ата-анаң шақырса, ісіңді тастап, лезде жетіп бар. Айтқан тапсырмасын дереу орында. Ата-анаңның қасында даусыңды көтеріп сөйлеме, жүзіне қабақ түйіп қарама. Жолда алдынан кесіп өтпе. Бір жаққа барарда, сапарға шығарда, рұқсаты мен ризашылығын ал. Ата-анаң марқұм болғанда үнемі құрметпен еске ал. Рухына дұға жасап, Құран оқы. Қалдырған өсиетін орында. Ата-анаңның ескі достарын көзіңдей көріп, сыйлап, сәлеміңді үзбей жүр. Балалар, бұл қағиданы рухы биік, көңілі таза жандардың қолынан келетін, құлшынып істейтін ісі екенін ұмытпа. Демек, бұл үшінші азат жолда ата-анасының өсиетін орында деген бізге айтылған. Мына жерде айтып тұр. Ата-анаңның ризашылығын ал, ата-анаңның өсиетін орында деген. Қазір тауып белгілейміз. Ешқандай міне, ата-анаңның өсиетін орында. Ата-анаңның өсиетін орында. Міне, қалдырған өсиетін орында дейді. Демек, айтылған. Келесі, жолға шығарда батасын ал. Міне, бір жаққа барарда, сапарға шығарда, ризашылығын ал дейді. Демек, мәтінде айтылған. Ескі достарын сыйлап жүр. Ата-анаңның ескі достарын көріп, сыйлап, сәлеміңді үзбей жүр дейді. Демек, ескі достарын сыйлап жүр дейді. Ал енді бұл үзіндіде дұрыс тамақтанып жүр деп ештеңе айтылмаған. Демек, осы нұсқаны біз белгілейді екен біз. Берілмеген деген, яғни айтылмаған деген мағынада, демек, дұрыс тамақтанып жүр деп айтылмаған екен. Осы нұсқаны белгілейміз. Мәтіннен шығатын қорытынды ой. Мәтінде қандай қорытынды ой? Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Ата-анаңның қадірін балалы болғанда білерсің. Тістем нанның қадірін тартқанда білерсің. Ата-ананың сөзі айдын жолдың өзі. Жаңа біздер мәтіннің мазмұнына сүйенсек, мәтінде айтылған. Мәтінде әкесі ең соңғы өмірден өтер сәтінде 10 жасар ұлына өсиет айтып кеткен екен. Анаңның білегіне бір алтын білезік саларсың деген аманат айтып кетеді екен. Демек, сол аманатты орындау үшін 10 жасар бала жолға шығып, анасына алтын білезік сыйлайды. Демек,
бұл мәтіннің мазмұны бойынша ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің туралы айтылмайды. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дегенде мәтіннің мазмұнында мұндай деректер жоқ. Тістен нанның қадірін тарыққанда білерсің деген айтылмаған. Демек, ең соңғы ата-ананың сөзі айдың жолдың өзі дейді. Әкесі өмірден өтер сәтінде 10 жасар ұлына өсиет, аманат айтып кеткен еді. Сол ата-ананың сөзін орындау үшін ол жолға шығып, және өзінің әкесінің өсиетін орындады. Мәтіннен сонда шығатын қорытынды ой, әрбір бала, әрбір жан, мына жерде айтылып тұр. Барлық балалар кереметтің сырын әдептерден іздесіңдер, оңай табасыңдар дейді. Ата-анаңды сыйлау туралы, ата-ананың өсиетін орындау туралы осы мәтіннің соңғы бөлігінде азат жолында айтылған. Сұрақтың жауабы, мәтін бойынша шығатын қорытынды ой, ата-ананың сөзі айдың жолдың өзі. Міне қарап отырсақ, біз барлық сұрақтарға жауабын белгіледік. Естеріңізге сала өтейін. Бірінші сұрақ: баланың алыс жолға шығудағы мақсаты не болды? Анасына білезік сатып әперу болды. Өзен мен баланың үйінің ұзақтығы қанша? 3 күншілік жер, 3 күндік жол. Мәтіннің мазмұны бойынша мәтінде айтылған. Мәтіннің жанры қандай? Мәтіннің жанры бұл жерде көркем әдебиет стилі, ертегі жанрымен жазылған. Сондықтан бұл көркем әдебиет стиліне жатады екен. Мәтіннің көркем әдебиет стилі. Келесі, мәтіннің соңғы азат жолында берілмеген кеңес. Бұнда жаңа біз айтып өттік. Бұнда жауабы дұрыс тамақтанып жүр деген кеңес бұл жерде айтылмаған екен. Мәтіннен шығатын қорытынды ой, бұл ата-ананың сөзі айдың жолдың өзі. Назарларыңызға рахмет. Келесі мәтінде кездескенше сау саламатта болыңыздар.